Қайырлы күн, айт мерекесі құтты болсын. Мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мархабат. Бүгін слезы ангела пирогын дайындайтын боламыз. Ыдысқа бөлме температурасында ерітілген сары майды және де қантты қосып, венчикпен араластырамыз. Ұнға разрыхлитель қосып араластырып, майға қосамыз. Жұмыртқаның сарысын және де қаймақты қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Салмасын дайындағанша холодильникке қойып қоямыз. Енді салмасына кірісейік. Творогты блендердан немесе блендер болмаса, мен сияқты қасықпен кесуге болады, немесе илегіштен өткізіңіздер. Келесі қант қосамыз. Жұмыртқаның сарысын және де қаймақты қосып, жақсылап тұрып венчикпен араластырамыз. Ең соңында манка қосамыз. Араластырып, жарты сағаттай қойып қоямыз. Содан соң формамызды майлап, қамырымызды формаға жайып шығамыз қолмен. Бортиктар жасаймыз. Менде диаметрі шамамен 16 или 18. Бортиктарын шанышқының көмегімен осылай жасап шығамыз. Жарты сағат тұрған салмамызды салып, шамамен 180 градуста қыздырылған пешке 25-30 минутқа саламыз. Бортиктарының қызаруына байланысты қараңыз. Әр пеш әртүрлі. Ендігі кезекте үстіне безе жасаймыз. Жұмыртқаның ақ қуызына қантты қосып, менде миксер жоқ, сондықтан да венчикпен жасаймын. Осылай прям ағарғанша араластырамыз. Міне дайын болды. Сіздер егер миксер болса, миксермен жасаңыздар. Духовкадан алып шығып, тағы да шамамен 10 минутқа қоясыздар. Үстіне осылай капелька сияқты қылып узорлар жасап шығасыз. Мінекей осылай. Духовкадан алып шығып сәл суытқаннан кейін осындай өзі слезы шығады. Өте биік, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Міне разрез күйінде осындай. Менің арнама тіркеліп, лайк және де комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.